Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Әсел, және де бұл Правкаст. Бүгін Қазақстанымыздың маңызды мерекелерінің бірі Республика күні. Бұл күн еліміздің даму тарихында үлкен рөл атқаратын аса маңызды мерекелердің бірі. Және де бүгін біз еліміздің егемендікке қарай алғаш қадамдарын еске түсіріп, және де ұлттық сананың ояну жолындағы тарихи сәттермен бөлісетін боламыз. Ендеше студиямызға келген қонағымызбен таныс болсақ, әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі, тарихи ғылымдарының кандидаты Аман Қапанұлы. Қош келдіңіз, Аман Қапанұлы. Қош көрдік. Бүгінгі Республика күнімен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын мереке. Барлығымызға берекелі күндер болсын. Рахмет үлкен. Енді жалпы ендеше сұрақтарымызға көшетін болсақ, менің сізге қоятын бірінші сұрағым, жалпы бізде ұлттық және мемлекеттік мерекенің айырмашылығы неде? Армысыздар тағы да. Бұл жерде үлкен мәселе бар. Бұның атауынан көрініп тұр. Ұлттық немесе мемлекеттік мереке дегеніміз. Мына тақырыпқа байланысты айтатын болсақ, бұл жерде жаңағы республика күні ұлттық мереке мәртебесі берілді дейді, немесе жаңағы тәуелсіздік күні мемлекеттік мереке деп аталатын болды деп жатырмыз. Бұл үлкен маңызға ие, мазмұны ерекше түсініктер. Бұл жерде қарайтын болсақ, республика күні неге ұлттық мереке деп аталды? Бұл мемлекеттік деңгейден қарағанда кең мағынада айтылатын үлкен түсінік. Өйткені ол тек қана бір мемлекеттің деңгейінде шектеліп қалмайды. Бұл бүкіл қазақ ұлтының, белгілі бір ұлттың көлемінде аталып өтетін үлкен мереке деген сөз. Оның түбірінде сол ұлттың тарихы, ұлттың ерекшелігі, менталитеті, тілі, басқа да ұлттық ерекшеліктері осы мерекенің негізінде аталып өтеді деген сөз. Бұл біріншіден. Екіншіден, жаңағы мемлекеттік мереке деген жаңағы заң, ерекше мемлекеттің ол мерекелерді атап өту заңына қарайтын болсаңыз, бұнда анықтама берілген. Сол анықтамаға сәйкес қарап отырсаңыздар, бұл жаңағы 1 мамыр мемлекеттік мереке, 9 мамыр, 7 мамыр, Конституция күні. Бұл мерекелер мемлекеттік мереке. Осы жерден өзінің анықтамасы көрініп тұр. Бұл бір мемлекеттің ішіндегі мәселеге ғана қатысты мерекелер мемлекеттік мереке деп аталса, қазақ ұлты тек қана Қазақстанның территориясында ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінде қазақ ұлты қазіргі күнде өмір кешіп жатыр ғой. Бүкіл ұлттың тәуелсіздігін ұлықтап тұрған ерекше мереке деген ерекше мәртебені көрсетеді. Қазіргі заңнама бойынша, қазіргі заң аясында осы бірден бір ұлттық мереке осы республика күні мерекесі. Рахмет үлкен. Ендеше келесі сұрағыма көшетін болсам, осы республика күні 2 жыл бұрын ұлттық мереке мәртебесін алған болатын. Яғни бұл біз үшін неге маңызды деп ойлайсыз? Бұл жаңағы айтып өткеніміздей ұлттың тарихымен өте тығыз байланысты. Бұл енді бір күнде осы 25 қазан аяқ астынан жаңағы ұлттық декларацияны қабылдаған жоқпыз біз, егемендік декларациясы. Оғанға дейін үлкен тарихтың бұл жемісі деп атауымыз керек. Оғанға дейін егемендікті алу деген қайдан шықты? Осы бір түсінікке келетін болсақ, біз тәуелсіздіктен айырылып бір мемлекетке отар елі болып, жаңағы Ресей патшалығының отар елі болатын болсақ, сол уақытта қазақ ұлтының түсінігінде егемен ел болуға деген бір ұмтылыс пайда болды. Ол түрлі ұлт азаттық көтерілістер болды, білесіздер тарихтан. Одан кейін жалғаса келе жаңағы кеңестік билік орнады қазақ даласында. Қазақ даласы кеңес билігін мойындап, сонымен 70 жыл өмір сүрді. Міне сол 70 жыл бойғы биліктің нәтижесі 80 жылдардың аяғында үлкен экономикалық, әлеуметтік дағдарысқа алып келді қоғамды. Халықаралық дағдарысқа келді. Жаңағы 15 одақтас республика құрамында өмір сүрген КСРО одағы осы 80 жылдардың аяғында ыдырауға келді. Өйткені экономикалық кризис алып келді. Жаңағы Балтық өңірі мемлекеттерінің одақтан бөлінуіне байланысты 91 жылдарға одақ ыдырады. Енді осының нәтижесінде жаңағы республика күні дейтін болсақ, декларация дегеннен де құрастыруға болады. Декларация деген бұл не? Декларация деген бұл мәлімдеу, жариялау дейді. Егемендіктің декларациясы деген сөздің өзі әлемге жаңағы Қазақстанның егеменді мемлекет екендігін жария еттік дейді. Енді осыған сәйкесінше қарасақ, ұлттың ерекшеліктерін,
ендігі алдағы уақытта қазақ жаңағы енді ол уақытта дәл сол саяси жағдайға байланысты айтатын болса, қазақ КСР егеменді мемлекет дейді. Ешкімге тәуелді емес, КСР-одан бөлінген, өзінің жерінің жаңа қойнауындағы байлықты пайдалануға тек қана осы мемлекет тікелей жауап беретіндігі, ол мемлекеттегі территорияда өмір сүріп жатқан халық осы жаңағы республиканың негізгі байлығы ретінде анықталатындығы барлығы осы ұлттық мемлекеттік декларацияда анықталып жазылды. Ұлттық деген себебі осы. Ұлттың тарихымен, ұлттың менталитетімен, ұлттың тілімен, ұлттың ділімен өте тығыз байланысты мемлекет болады дегенді көрсетеді. Бұл неге декларация арқылы мойындалды дейтін болсақ, осы уақытқа дейін кеңестік биліктің тұсында қандай да бір территорияда ұлттық негіздегі мемлекетті дамытуға, ондай бір мемлекеттің өмір сүруіне қатаң шек келтірілген болатын. Ол уақытты білесіздер, интернационалистік ұстаным болды. Интер. Бір ұлт болмайды деп есептеді. Ондай мемлекет артта қалған мемлекеттердің қатарында болады деп есептелді. Сондықтан да алдағы уақытта егемендіктің жаңа декларацияның негізінде қазақ КСР, қазақ мемлекеті тәуелсіз деп әлемге жарияланды. Соның негізінде 1,5 жылдан кейін, 1 жыл 2 айдан кейін Қазақстан Республикасы тәуелсіздік заңын қабылдады. Қабылдап 16 желтоқсанда 91 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет ретінде қабылданып, жаңа Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанды жеке тәуелсіз ел ретінде мойындаған болатын. Рахмет. Енді осы тұста, осы енді тәуелсіздік күнімен, яғни республика күнін айырмашылығы неде сонда? Енді бұл жерде біз халықаралық жаңағы өркениетті мемлекеттерден үлгі алып, солардың осындай бір мерекелерді атап өту күніне қарайтын болсақ, республика күні мен тәуелсіздік күнін атап өтетін мемлекеттер кемде-кем. Бірақ тәуелсіздік күнін атап өтетін, немесе республика күнін атап өтетін мемлекеттер бар. Мысал үшін қарасаңыз, ол жаңағы Америка құрама штаттары, ақш, Қытай, Түркия мемлекет, Азербайжан, Италия мемлекеттері өздерінің осындай жаңағы республика күндерін атап өтеді. Енді олардың тарихынан қарайтын болсақ, бұл мемлекеттер осы бір әртүрлі жағдайға байланысты. Жаңағы бізде 25 қазанда республика күні жарияланса, сол күні оларда тәуелсіздік күні деп есептелінеді. Сол күні оларда республика күні деп есептеледі. Екі мереке ретінде аталмайды. Бұлар бірінің бір баламасы. Ал осылардан үлгі алып қарайтын болсақ, бұл екі мереке негізінде мазмұны біреу. Мазмұны бір нәрсе. Негізгі тарихи маңыздылық жағынан қарайтын болсақ, 25 қазан республика күні. Қазақ мемлекетінің, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің алғашқы басталған күні осы мереке деп аталуымыз керек негізінде. Одан кейін 1,5 жылдан кейін шыққан тәуелсіздік жаңағы заңның қабылдануы, бұл 25 қазандағы республика күнінің маңызын төмендетпеу керек. Және немесе тәуелсіздік туралы заң, ол жаңағы тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуына қандай да бір төменгі дәрежеде әсер етті деп қабылдамауымыз керек. Екеуінің мазмұны бірдей, бірақ мына 25 қазанның тарихи маңызы ерекше. Сол күні біз алғашқы қадамды бастадық. Сол күні біз өзімізді әлемге егеменді ел ретінде жарияладық. Сол жаңағы жарияланған декларацияның негізінде әлемнің мемлекеттері, Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанды жеке мемлекет ретінде таныды. Сондықтан республика күнін тәуелсіздік күні деп атауымызға да болады. Негізі мазмұны бір дүние. Тамаша, түсінікті. Енді келесі сұрағым, жалпы енді республика күні біздің ұлттық қалай біріктіреді? Қалай ойлайсыз? Бұл республика күні өте маңызды мерекелердің бірі дедік қой жаңа. Бұл тек қана 25 қазан күні декларация қабылданды деп қана қабылдамауымыз керек. Бұл жерде ұлттың күніден жалғасқан ерекше тарих тұр. Бұл тарих елдің егеменді мемлекет болып дамысақ деген жолындағы үлкен күрестерге толы тарих. Бұл тарих бізді жаңағы дәстүр арқылы бізді біріктіреді. Үлкен қазақы дәстүр қалыптасты. Қазақы менталитет қалыптасты.
қазақы сана қалыптасты. Енді қазақ жерінде бірнеше ұлт өкілдерінің тарихы қалыптасты. Бұл жерде бірнеше ұрпағы өрбіді. Тек қана қазақ халқы өсіп жатқан жоқ бұл жерде. Сондықтан бұл Қазақстан территориясында өмір сүріп жатқан халықтардың бәрін Қазақстанның негізгі байлығы деп қарайтын болсақ, бұның барлығы бірге келе қазақы болмысты қалыптастырады. Ендігі алдағы уақытта бұл мемлекеттік ұлттық мерекенің берері не дейтін болсақ, әлемнің алдыңғы қатарлы дамыған мемлекеттермен бәсекелестікке сай қазақ мемлекетін әлемге таныту. Ол бірінші кезекте тіл, тарих, дәстүр, біздің мәдениетімізді әлемге паш етуіміз керек. Ол озық мәдениеттің үлгісі. Ол көшпенділер мәдениетінің ерекше бір моделі. Сонымен қоса Қазақстанның қазір қалыптастырып қойған әлемге бейбітшіліктің моделін біз әлемге қазір үлгі ретінде көрсетіп отырмыз. Сол модельді Қазақстанды бейбітшіліктің отаны ретінде әлем көру керек. Міне бұл жаңағы егемендік күні, республика күні дегенмен оның мазмұны өте терең, жан-жақты, көп қырлы. Бұл жерде бірнеше ұлт өкілдері өмір сүріп жатқанымен жаңа әлемге олар бірлікті, толеранттылықты, шыдамдылықты, бейбітшілікті паш етіп келе жатыр. Арыда қарай жаңағы мемлекет басшысының өзі айтады ғой, қазақ тілі мемлекеттік тіл, жаңағы орыс тілі халықаралық қарым-қатынастың тілі деп. Сол сияқты біз басқа тілдерді дамыта беруіміз керек. Бұл Қазақстанның халқының әрбір азаматының бәсекелестікке сай әлемдік тұлға болып қалыптасуына мүмкіншіліктер жасайды. Міне бұл қазақ тарихындағы қазақтың әлем картасындағы орнын анықтап беретін ерекшеліктерінің бірі осы жаңағы толеранттылық, мейірімділік, қазаққа тән ерекше жаңағы досқа ақ көңілділігі, бұл қазақ даласына әлемге қазақ танытатын ерекше бір белгінің бірі деп есептейміз. Рахмет үлкен. Енді жалпы айтып жатсыз ғой, Қазақстанның өзінің мемлекеттің жариялау барысында көптеген оқиғалар болды. Сол оқиға барысында қандай маңызды оқиғалар өтілді жалпы Қазақстанның өзінің егемендігін жариялау барысында? Қазақстан егемендігін жариялау барысында ең бірінші кезекте міне декларацияны қабылдадық десек, декларациядан кейін жаңа 90-91 жылдардың арасында бір жылдың ішінде бірнеше заң қабылданды. Ең біріншісі бұл жаңағы 90 жылдары қабылданған заңның бірі Қазақ КСР президент лауазымы пайда болды. Жаңағы Қазақстан Республикасының ең бірінші президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ КСР президенті болды. Бұл президенттік басқаруға біз өттік деген сөз. Оғанға дейін Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы деген лауазым иесі болады. Міне біз президенттік басқару формасына ауыстық. Одан кейін Қазақстан жаңағы территориясында өзін-өзі басқару туралы, тілі туралы заңдар қабылданды. Одан кейін тағы бір ерекше атап өтетін мәселенің бірі алаш қозғалысы, алаш азаматтары, олардың осы тәуелсіздік алғанға дейінгі жылдардағы жасаған саяси іс-әрекеттердің бәрі ақталды. Алаш қайраткерлері ақталды. Бұл ең бір ерекше қол жеткізген табыстардың бірі осы болды. Осы алаш қайраткерлерінің жасаған еңбегінің ақтап, соларды оқып зерттеудің барысында бүгінгі күнде қазақ өз тарихын танып біліп жатыр. Ерекшелігін танып жатыр. Міне қазір қарасаңыздар, Әлихан Бөкейхан атындағы университет. Сонда Әлихан Бөкейхан айтады, елге қызмет білімнен емес мінезден дейді. Қазіргі жастарымыздың бойында ұлттық рух, ұлттық мінез болу керек. Білімсіздіктен біз кемшілік көріп жүргеніміз жоқ. Қазіргі қазақ жастары өте білімді. Бірнеше тілді біледі, бірнеше мамандық иесі. Біз бір мемлекеттен, бір халықтан, бір ұлттан кем болатын тұсымыз жоқ. Біз барлық жерде жоғарғы деңгейде дамыған мәдениетті, өркениетті ұлттың баласымыз. Ендігі жерде дейді жаңағы біздің ұлттың көсемі Әлихан Бөкейханның айтып отырғаны ұлттық рух керек. Кез келген жерде ол мейлі ғылым саласында болсын, мейлі өнер саласында болсын, мейлі ол ғылым саласында болсын,
өзін әлемге паш ететін тұста бізге мінез керек, рухты болу керек. Сонда біз расында да қазақ елін әлемге танытатын боламыз. Бүгінгі күнде жетістігіміз бар, қарасаңыз, жаңа Димаш. Әлем Димаш арқылы қазақты танып тұр. Біздің жаңағы спорт саласындағы саңлақтарымыз, өнер саласындағы саңлақтарымыз, ғылым саласында қазір қазақ жастары әлемді мойындатып, бүкіл әлемді Қазақстанға қаратып жатыр. Қазақстан дегендегі басқа өркениетті жаңағы мемлекеттердің көзқарасы өзгеріп жатыр қазір. Қазақ өркениетті халық екен. Оның көнеден, қола дәуірден, тас ғасырынан жалғасқан ерекше тарихы бар, жазу сызуы бар, ғылым дамыған өркениетті мемлекеттердің қатарында екенін қазір әлем танып біліп жатыр. Міне, бұл қазақтың ерекшелігін танытуда айтар өте көп. Жалпы рахмет. Енді келесі сұрағым, жалпы енді қазіргі таңда республика күні біз үшін, еліміз үшін қаншалықты маңызды рөл атқарады? Қалай ойлайсыз? Бұл жаңағы Алаш армандаған егемендік болатын. Бұл республика күні осын жариялап берді. Әлемге қазақ азат мемлекет деді. Біз алдағы уақытта тек қана саяси тұрғыдан емес, біздің санасы уланбаған азат ұрпақта келді қазір қоғамға. 30 жылда жаңағы тәуелділіктің қамытын кимеген, тәуелділік саясатын естіп білмеген жаңа ұрпақ өмірге келді. Бұлар жаңағы жастар ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған тарихты оқып, сонымен сусындап жатыр. Міне біздің бұл республика күнінің беріп жатқан жемісі. Әрбір қазақ өзінің қазақ екендігімен мақтанатын жағдайға жетті. Тәуелсіз елдің ұрпағы екендігін қазір әлемге паш етіп, өзінің ерекше бір жаңалықтарын әлемге көрсетіп жатыр. Әр қырынан. Және шетелден оқып жатыр біздің жаңағы жастарымыз, ол Америкада оқып жатыр, жаңағы Европада оқып жатыр дейік. Қазақ өнерімен әлемді танытып жатыр. Ең бірінші нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейтін болсақ, домбыраны алып барып, жаңағы Европаның кез келген бір қаласында күй ойнап беретін болса, олар таң қалып жатыр. Қазіргі күнде қарасаңыз. Қазақтың жаңағы ұлттық ойындар, спорттық ойындар, ол айтайық жаңағы көкпар, кеше ғана көшпенділер ойын өткіздік. Қазақстан осы жерде ұлттық ойын өткізді. Ол жерде біз басқа бір көшпенділерден, түрік халықтарының ішінде өзіміздің өресі биік халықтардың қатарында тұрғандығымызды тағы да көрсеттік. Әлем көшпенділер өркениетінің ерекше бір мәдениеттің үлгісі екендігін танып біліп жатыр. Соның ішінде қазақтың көш ілгері тұр. Бұл бізді әрине қуантады. Бұл әлемге бұл мәдениеттің үлгісін көрсетудегі ең бірінші қадам осы республика күнінде біздің жаңағы егемендігіміз жариялаудан басталды десек те болады. Тамаша. Ендеше осы мереке қарсаңында өзіңіз көрермендерімізге айтар тілегіңіз болса, мархабат. Құрметті қазақстандықтар, құрметті әріптестер, еліміздің егемендігі мәңгі болсын, тұғырымыз биік болсын. Бұл бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік мерекесі болатын. Егемендіктің алғашқы қадам осы күндерден басталған болатын. Егемендігіміз әр уақытта мәртебелі болсын. Біз соған құрметпен қарай білейік. Жаңағы 1000 күндік соғыстан 1 күндік бейбітшілік артық дейді. Осы бейбіт күндерімізде біз осы егемендік сақтап қалу жолында жұмылып жұдырық болып жұмыс істеуіміз керек. Ол үшін жастарымыз білім алу керек. Ол үшін ел мен жерге ие болатын рухты азаматтарымыз көп болу керек. Елім, жерім деген азаматтар тұрған уақытта, Қазақстанның бүгінгі өскелең ұрпағы жастар тұрған уақытта, Қазақстанның келешегі алда деп ойлаймын. Барлықтарыңызға мерекелі ғұмыр тілеймін. Үлкен рахмет. Жалпы Аман Қапанұлы, студиямызға келіп осылайынан ойыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Ал енді жалпы құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше.